Мақтағыз бен мысық. Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Баяғыда мақтағыз бен мысық дос болған екен. Дос болып жүріп, мақтағыз үйін жинап жүргенде бір мүйіз тауып алады да мысықты шақырады. Ал мысық келмейді, қыз. Келмесең келме, деп мүйізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, мяу, мені неге шақырдың? Деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығымды төгем, дейді. Мақтағыз, мен құйрығымды кесіп аламын, дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, құйрығымды берші, дейді. Мақтағыз, менің қатығымды төле, дейді. Мысық сиырға барады. Мяу, сиыр, маған қатық берші, дейді. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші, дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағымды берші, дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін, дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші, дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз, дейді. Мысық дүкенге барады. Мяу, дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер, дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші, дейді. Тауықтар, құт, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз, дейді. Енді не қыламын? Деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Мяу, жаным барында айт. Енді не бар? Дейді мысық. Тышқан қорыққаннан. Шек. Үйімде бір табақ тарым бар. Тек қана тарым бар, дейді. Мысық. Мяу, маған бір уыс тар бер, дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тар әкеліп береді. Мысық тарына барып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді, ал жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды қыздарға апарып береді, ал қыздар су береді. Суды апарып ағашқа құяды. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатығын береді. Қатықты алып мақтағызға келеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарады.